Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі дәмді болып шығатын ауызашарға тауық етінен тойымды тағам дайындаймыз. Менің ең жақсы көретін тағамым, жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде ештеріңізге ұнайды. Ең алдымен картоп, сәбіз, пиязды ашып дайындап аламыз. Картопты видеодағыдай төртке бөліп, осындай құралмен кесеміз. Сонда картоп әдемі көрінетін болады, бірақ бұл міндетті емес. Пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Сәбізді де видеодағыдай турап аламыз, барлығын турап бір ыдысқа салып отырамыз. Келесі пиязды ортасынан бөліп турап шығамыз. Енді үстіне дәміне қарай тұз, приправа және қара перец қосып араластырамыз. Одан соң пісе май қосамыз, осымен көкөністер дайын. Енді тауық етіне соевый соус, майонез бен кетчуп қосамыз. Мен тек кетчуп қостым. Келесі осындай магги керек, бас жағында өзінің пакеті болады. Пакетін алып, приправасын барлығын тауық етінің үстіне қосамыз. Және дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Осылай тауық еті мен көкөністерді дайындап алдық. Енді маггиден шыққан пакетін алып, ішіне барлығын орналастырып шығамыз. Пакетінің қасында өзінің қызыл осындай байлайтыны болады. Бірінші көкөністерді жайып шығып, тауық етін үстіне қойып шықтым. Орналастырып болған соң аузын байлап, пышақпен видеодағыдай тесіп шығамыз да қызып тұрған пешке пісіруге жібереміз. Тағамымыз дайын болды, пакетінен осылай ажыратып аламыз. Үстіне укроп, петрушка сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, үй-іштеріңізге міндетті түрде ұнайды. Өте оңай жасалады, әрі өте дәмді болып шығады. Видеомды лайк басып, барнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Сұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.